Құрметті достар, біздер Қытай Халық Республикасының Шанхай қаласындағы саяхатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бұл видеода Шанхай Тауэр деген ең биік ғимаратқа көтерілеміз. Яғни бұл Шанхай Тауэр Қытайдағы ең биік ғимарат 128 қабаттан тұрады. Соның 118 және 119 қабаттарында, яғни 546 метр биіктікте әлемдегі ең биік қара алаң орналасқан. Анда азғантай кезегімізді күтіп, 2016 жылы Гиннестің рекордтар кітабына енгізілген Mitsubishi компаниясы жобалаған лифтпен көтерілеміз. Яғни бір лифт 119 қабатқа 55 секундта көтеріледі. Міне қазір біз 118 қабаттамыз. Халық осындай. Онда көп емес халық. Осындай көріністер көрінеді үстінен. Қазір біз 118 қабатта тұрамыз. Бұл ғимарат негізі 2008 жылы салынып бастаған екен. Сосын 2015 жылы салып бітірген. 2016 жылы осындай қара алаң ашылған халыққа, яғни шілде айында. Шанхайдың осындай биіктен көреміз осындай. Ал мына қазір сізге көрініп тұрған открывашка тәріздес ғимарат. Ол 2008 жылы бітірілген екен. Бұның өзі 101 қабаттан тұрады. Өте биік ғимарат, яғни бұл екінші биік ғимарат Шанхайдағы.